көп ұстамайық. Алла елшісінің жанындағы жастар деген тақырып бізге берілген. Енді жастар деген кезде әркімнің ойына әртүрлі нәрселер келеді. Біреулер жастар деген кәдімгідей жап-жас кішкентай бала деп ойлайды, біреулер орта жас деп ойлайды, біреулер тағы бірдеңелерді ойлайды. Әркімнің ойында жас деген кезде әртүрлі мағыналар бар. Біріккен ұлттар ұйымы, мысалға, Біріккен ұлттар ұйымында жастар деген кімдер деген кезде кәмелетке толған адамдар дейді. Яғни 18 жасқа толған адамдар, төлқұжаты бар адамдарды жастар деп айтады дейді. Бізде шариғатта не деп айтады жастарды? Шариғатта жастарды кімдер жастар білесіздер ма? Дұрыс айтады. Балиғатқа толған адамдарды жастар деп бастайды бізде. Мүкәлләф дейді ғой, яғни оған намаз, ораза, парыз етілген адамдарды біз жастар деп айтамыз. Ал енді жас мөлшерінің тоқтауына келетін болсақ, жастар деген басы балиғаттан басталатын болса, соңғы қаққа жетеді дейді? 35-40 жасқа дейінгі деп басым ғұламаларымыз осылай көзқарасты айтқан. 35-40 жасқа дейінгі аралық балиғатқа толғаннан бастап бұл жастық шақ деп аталады екен. Енді қазір заман білесіздер, үлкен фитналардың заманы, бүліктердің заманы, соның ішінде имани сынақтың заманы. Әркім жастық шағын әртүрлі қылып өткізіп жатыр. Біреулер әшейін азаннан қара кешке дейін компьютердің астында өткізіп жатыр. Біреулер бір күнәлі істерді жасаумен өткізіп жатыр. Біреулер бір арам етілген нәрселерді сатумен, тасымалдаумен өткізіп жатыр. Біреулер сіздер сияқты жастық шағының бір бөлігін іліммен өткізіп жатыр, ал біреулер бұны түрмеде өткізіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Әркім өзінің жастық шағын әр жерде өткізіп жатыр, әр қалай өткізіп жатыр. Бірақ енді Құдай тағала мына жерде көп студенттер ғой, енді Аллаға шүкір, оның ішінде ислам ілімін алып жатқан студенттер. Алла тағала сіздерді осы жолға таңдағанына негізі көп Аллаға шүкірлік етсеңіздер жарасады. Құдай тағала сізді басқа бір жерге, басқа бір нәрсемен айналыстыратын адам қылып қоя салады негізінде. Бірақ Алла сізге бір жақсылықты қалады. Көрдіңіз бе? Сондықтан Абдулла ибн Масудтың сөзін біз әрқашан өмірлік формула ретінде ұстаймыз. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың сөзі бар: сенің бір жақсылықты жасауың, бір игілікте жүруің өзіңнің кереметтілігіңнен емес дейді. Алланың сізге берген сәттілігімен болып жатыр дейді. Сенің бір жамандықтан сақталынуың, немесе бір жамандықтан тыйылуың ол өзіңнің мықтылығыңнан емес дейді. Алланың сені сақтап қоюымен, тыйып қоюымен болып жатыр дейді. Сондықтан бір күнә істеп жатқан адамды көріп, оны не істеуге болмайды, айыптауға болмайды. Неге осылар өйте береді, неге бұлар бүйте береді деп айтуға болмайды. Өйткені Алла сізді сол адамның орнына салып қойса егер, онда сізде соны істеген болуыңыз әбден мүмкін дейді. Міне сондықтан осы жастық шақта аудитория керемет, осындай іліммен шұғылдануға, Құран жаттауға, өзін тануға, біздерге сәттілік берген Аллаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Алла тағала болмаса әшейін бір жаңағы не өзіне пайдасы жоқ, не үйіне пайдасы жоқ, не бір қоғамға пайдасы жоқ, бір диуана қылып қоюға Алланың шама шарқы жетеді. Кімнің жүрегінде дерті болса, ол адамды сондай қылып қояды Алла тағала. Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады: қиямет күні адамның аяғы орнынан қозғалмайды мына 5 нәрседен сұралмайынша дейді. Дұрыс па? Біріншісі өмір. Оны бәріңіз білесіздер. Екіншісі жастық шақ дейді. Қараңыздар, ғалымдарымыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айналып келіп өмірден сұрады ғой, болды ғой енді. Жоқ, айналып қайтадан жастық шаққа келуінің себебі дейді, адамның қамал бұзатын шағы, от кезі, шоқ кезі, кез келген нәрсені қопарып өтетін кезі бұл жастық шағы болғандықтан, именно сол жастық шағыңда не істедің деп Алла тағала қайтадан оралып сұрайды дейді. Сондықтан ертең Алланың алдына барған кезде, білесіздер, ешкім бұл дүниеде қалып қоймайды, бәріміз барамыз Алланың алдына. Жастық шағыңды немен өткіздің ай пендем деген кезде ұялмай тұрып айтатындай болу керек. Қазір егер жастық шағыңды дұрыс өткізе алмасаң, онда ертең бұдан өтіп кеткен кезде артыңа қарап тек қана не істеумен боласың? Қолымды мезгілінен кештермедім деумен боласың болды. Сондай өмір сүру керек, сондай жастық шақты өткізу керек. Ертең артыңа қараған кезде ай, әттеген ай, өтіп кеткен өмір ай деп айтпау керек.
адам 30-ға дейін, немесе кейбір біздің қазақ даналық сөздерінде бар, 40-қа дейін адам өзін дәлелдемесе қоғамда, 40-тан кейін сенің сөзіңді ешкім алмайды дейді, ешкім алмайтын болып қалады дейді сөзіңді. 40-қа дейін өзіңді дәлелдемесең, 40-тан кейін біреуге ақыл айтам деп ойламай қой дейді. Көке қойшы, өзің не бітірдің дейді ертең ше. Бірдеңе айтып бастап жатсаң, бір өзің бірдеңе бітірген адам құсап бізге бірдеңе деп, жоқ, көрдіңіз ба? 40-қа дейін көрсетіп таста дейді өзіңді. Шамаң жететін нәрседе өзіңді не істе дейді? Дәлелде дейді, 40-қа дейін. 40-тан кейін әңгіме айтқан кезде саған ешкім қойшай деп айта алмайды да. Өйткені сенің жастық шағыңның немен өткеніне адамдар куә. Және пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, қиямет күні адамдардың барлығы қиналып, өздерінің терлеріне өзі батып жатқан кезде, Алланың аршысының көлеңкесінде қиналмай демалатын 7 топ адамдар бар дейді. Ләззатты күй кешетін 7 топ адамдар бар. Олардың біреуі кім дейді? Жастайынан Алланы танып өткендер дейді. Жастайынан Құдайға құл болып өткендер дейді. Көрдіңіздер ме? Жастайынан деген сөзі балиғатқа толғаннан бері Аллаға құлшылық қылумен өткізген өмірін сондай кісі, бұл не? Алланың аршысының көлеңкесінде болады. Жастық шағын жұрттар күнәмен, өзін қиратумен, өз-өзіне зұлымдық жасаумен өткізіп жатқан кезде сіз қаншама қиын болса да өз нәпсіңді өзің тежеп, жастық шағыңды кімге өткіздің? Аллаға құл болуға өткіздің. Айналаң не істеп жатыр сені? Айналаң сенің бүкіл ластықта. Айналаң азғырушы адамдарда. Айналаң азғырушы жындарда. Ананың күнәсін көресің, мынаның сторисін көресің, ананың өмірін көресің. Сенде не істейді шайтан? Сол жолға қарай әкеткісі келеді. Қайта. Біреулерімізді әкетіп жатыр. Оқудан шығарып алып, мына жерден шығарып алса болды, главный шайтан бар ғой. Сізді оқудан шығарып алса болды, ары қарай болды. Ал біліп қойыңыздар, оқудан шығып, немесе өмірде осындай бір қиын сәттерде сынып қала беретін адам болашақта күшті өмір сүрем деп ойламай қойсын. Өмірде бір сынып үйренген адам сынаққа, алдынан келген сынақтың әрқайсысына ол сына береді. Болды. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде айтады, ей иман келтіргендер, сендерді имансыздардың өмірі қызықтырмасын дейді. Қызыл да жасыл болған имансыздардың өмірі, кайфушасы, ләззаты қызықтырмасын дейді Алла тағала айтады. Міне сол өзіңді сақта, мен сені ертең аршының көлеңкесінде олар қиналып жатқан кезде, сен қызыққан адамдар қиналып жатқан кезде, мен не істеймін дейді? Сені ләззатқа батырам дейді Алла тағала. Ал Алланың беретін ләззаты мына дүниедегідей уақытша емес. Алланың беретін ләззаты тоқтаусыз мәңгілік. Дұрыс па, солай ма? Жәннат мәңгілік па, мәңгілік емес па? Өзі бастауы бар, соңы жоқ. Екі жаратылыстың біреуі не? Жәннат. Бұлардың бастауы бар, бірақ соңы жоқ. Тозақта сондай бастауы бар, соңы жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жастық шақ деген нәрсе, құрметті ағайындар, бұл бір кезең, аумалы төкпелі, өзіңді ұстасаң, ұстап қалғаның, ұстай алмасаң, сол әлгілердің өміріне алданумен өзіңнің өміріңді әлек қылып өткізесің де жібересің, болды. Сосын не істейсің? Әттеген ай деп ана Убай ибн Халаф құсап, бармағыңды шайнаумен өтесің, бірақ ол бәрібір кеш болады. Насихат айтылған кезде, насихат айтушының насихатын тыңдап алсаң, ол өміріңе не болады? Керек болады, пайда болады. Мен қазір мына жерде бір топ сахабалардың өмірін айтам, біздің тақырыбымызға қатысты. Алла елшісінің жанындағы жастар ғой енді біздің тақырыбымыз. Соларды айтам. Сіздер қазір енді мен өзім жеке басым, бұлайынша қара жерге кіріп кетесіздер негізінде. Ұяттан өлесің, мыналардың істеген кезде бар ғой, мен не істеп жатырмын деп қоясың. Көрдіңіз ба? Енді айтуға тура келіп тұр енді, амал жоқ. Мына қазақта күшті сөз бар, бірақ енді естеріңізде сақтау. Адам жаспен өспейді, немен өседі дейді? Жауапкершілікпен өседі дейді. Адам жаспен өспейді, жауапкершілікпен өседі дейді. Балаға бала күнінен жауапкершілікті артып үйретпесең, жауапсыз кеткен бала тұсаусыз кеткен ат сияқты болады. Білген нәрсесін жасайды. Мына біздің шариғаттың өзі, құрметті ағайындар, шариғаттың өзі намазды бізде 5 қылады. Дұрыс па? Балиғатқа толғаннан бастап 5 уақыт намаз бар. Мешітте ше не парыз? Сапты жөндеу уәжіп қой бізде. Дұрыс па? Сапты дұрыстау міндетті. Саптың өзі нені білдіреді? Тәртіпті білдіреді.
Демек, адамның өмірін Алла тағала осы оразаны, намазды парыз қылу арқылы адамның өмірін тәртіпке, жүйеге келтіруге Алла тағала бізді оп бастан үйреткен негізі. Ал енді кім үйренбеді, өзінен көрсін онда. Шайтанды кінәлай берудің қатысы жоқ вообще. Ешкімнің қолынан сүйреп апарып атқан жоқ ол. Просто ой салып жатыр, сіз өзіңіз істеп атқан бәрін. Енді қараңыздар. Бізде жалпы ислам діні, Аллаға мыңда бір шүкір, иман берген, мұсылман еткен ислам діні, құрметті бауырлар, ислам діні. Байқасаңыздар, Меккеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дініне адамзатты шақырған кезде 13 жыл шақырды. Мұсылмандардың саны қанша болды? Дұрыс айтады. Мұсылмандардың саны 300-ге жетер-жетпес болды дейді. 13 жыл уағыз насихат айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 300-ге жетпейді дейді сахабалардың саны. Ал қараңыздар. Мәдинада пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша жыл уағыз айтты? 10 жыл уағыз айтты, дұрыс па? 10 жыл насихатта қанша мұсылман исламды қабылдады? Дұрыс айтады. 150 мың пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоштасу құтпасын оқып тұрған кезде қанша болды сахабалар Арафатта? 140 мың окаларым, 140 мың. 150 мың дегеніз 140 мың сахаба болған. Бір риуаятта 124 мың деп айтады. Ол қоштасу құтпасы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінен өтуінен неше жыл бұрын, неше уақыт бұрын болған? Қоштасу құтпасынан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. 6 айдан кейін дүние салған. Сол 6 айдың ішінде 10 мыңға жуық әр ру тайпалардан келіп мұсылмандар исламды қабылдаған. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада иманға, исламға шақырған кезде 10 жылдың ішінде қанша адам болды? 150 мыңға жуық мұсылман болған. Қай тарап жемісті болды? Меккелік кезең бе, мәдиналық ба? Ал сұрақ, неге енді мәдиналық кезең деген сұрақ келмей ма, келе ма? Келеді дейді, келген жоқ қой, мен айтпайынша. Солай болып кеткен сияқты болып отыр. Онда келу керек қой, әлі мұсылманға келу керек. Неге Мәдинада адамдар, мұсылмандар көп болды? Дұрыс айтады. Міне қараңыздар. Себебі ағайындар, біліп алыңыздар. Меккеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзатты иманға шақырған кезде меккеліктердің ішінде жасы үлкендері көп болған. Қауым солардың несінен шыға алмаған? Ығынан шыға алмаған. Үлкендер айтып жатыр, значит, үлкендер білет деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарсы шыққан. Дұрыс па? Мәдинада неге десеңіздер, себебі тура пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға хижрет етіп барудан алдын 2 жыл бұрын тарихта Буас деген шайқас болған. Яум Буас деп аталады бұл шайқас. Аус пен Хазраж деген Мәдинадағы 2 тайпа 100 жыл бойы соғысқан. Тарихта ең ұзақ соғыстың бірі Аус пен Хазраждың арасындағы шайқас. 1 ғасыр соғысқан дейді тарихшылар айтады. Ең соңғы шешуші шайқас пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келуден 1,5 жыл бұрын біткен дейді. 2 жыл бұрын. Шамамен. Сол шайқаста, енді қызың, сол шайқаста Алла елшісін күтіп алатындай дәрежеде жастар ғана тірі қалғанда Мәдинаның үлкендерінің көбі 96%, 97% өліп қалған. Жаңағы шайқаста, екі тараптың шайқасында Мәдинаның 96-97% нелер өлген? Үлкендері өлген, жас үлкендері қайтыс болған. Мәдинаның демек 90-95% кімдер болып тұр? Жастар болып тұр. Жаңа қалып қойған 3%, қараңыздар, қалып қойған 3% бұл кім бастаған отряд? Дұрыс айтады. Мұнафықтардың көшбасшысы Абдулла ибн Убай ибн Салул бастаған отряд. Сол кісінің жанында қаумалаған шамалы адамдар болды. Бұлардың жасы үлкен болды. Бұлар ғана исламды қабылдамады. Бұларды кімдер деп атады? Алла тағала Құранда мұнафықтар деп атады. Енді түсінікті болды ма, бауырлар? Бірақ адам түсінікті, ешкім түсінбеген басқа. Ну, ладно. Демек, Мәдинада исламның осындай жетістікке жетуіне себепші болған кісілер кімдер екен? Жастар екен, ағайындар. Осыны айтайын деген ғой. Сол жастардың көшін бастаған сахаба кім еді? Асхат ибн Зурара деген сахаба, машалла. 6 болып келіп исламды қабылдап, келесі жылы 80 болды, одан кейін 200-ден астам адамды алып келген.
2-3 жылдың ішінде 300-ге жуық адамды ислам қабылдатқан Асғат ибн Зурара. Бірақ енді тағдыр жазмыштан озмыш жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға барған кезде азғантай уақыттың ішінде ол кісі қайтыс болады. Ары қарай өмір сүргенде мүмкін біраз нәрселерді қопарар ма еді дейсің ғой, енді тау қопарар ма еді деген сияқты. Ал кеттік. Демек, Мәдинадағы осы ислам дінінің жетістікке жетуіне себепші болған нәрсе бұл қоғамдағы жастардың көп болуы. Жастардың сөзді тыңдауы. Біздің де қоғамда Аллаға мыңда бір шүкір, мешіттің көбін кімдер құрайды? Жастар құрайды. Сіздер араб мемлекеттеріне барып көріңіздер. Тағы басқа біздің түркі тілдес кейбір мемлекеттерге барып көріңіздер. Мешіттің ішінде кімдер ғана? Қарттар ғана. 90-95% қарттар. Қай арабтың еліне барсаңыз да солар. Намаздың уақытында азан шақырылып жатқан кезде сондай дәрежеге жетті, қазір мұсылмандардың кальян шегіп отыратындай дәрежеге жетті. Олар өздері жылап жатыр. Мүмкін іштегі ұстаздарды айтып жатқан шығар, олар өздері жылап жатыр. Енді бұл қалай болады дейді, исламның болашағы біздің елде дейді. Шариғат оқитын адамдар, сол араб мемлекетінде көп шариғат оқитын жігіттермен сөйлесіңіздер, мектепте ОБТ-дан құлап қалған балдар. Ең жоғары бал алғандар 2 мамандықты оқиды, немесе 3 мамандық. Біріншісі тип, екіншісі хандаса, үшіншісі лұғат. Медицина, инженеринг және тілдер. Ең ОБТ-дан мықты бал алғандар, сенбесеңіздер міне, ұстаздар отыр, сұраңыздар. Араб елінде оқыған ұстаздар. Осы 3 мамандықты оқиды. И олар аналардан, шариғат оқитындардан өздерін жоғары санайды. Заман сондайға апарып тастады. А біздің елді қараңыздар, Аллаға шүкір біздің елде, демек Құдай қаласа біздің елдің болашағы бар. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға? Айтшы, иман күшті оларда. Білмейді де, осында білмейді. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Өз жерін ғана жаттап алған бәрі бұл. Міне, сондықтан жастар бұл не екен? Бұл осы елдің де, діннің де болашағын сақтайтын ең үлкен кезең екен, жастық шақ. Сол жастық шақты енді кім қалай өткізіп жатыр? Сахабалар қалай өткізді қараңыздар. Міне, қазір сахабаларды айтамыз, міне. Зубайр ибн Ауам деген сахабаны танисыздар. Я? Зубайр ибн Ауам радиалlahu. Жәннатпен сүйіншіленген ба тірі күнінде? Я, тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуі. Неше жасында исламды қабылдаған? 15 жасында исламды қабылдаған. Зубайр ибн Ауам 15. Бізге Зубайр ибн Ауам деп айтып атқан кезде бір үлкен кісі жайында айтып атқан сияқты ма? Бәріміз сондай, мен сөйтіп ойлағам. Ойбай, бір үлкен кісі жайында айтып. 15 жасар бала екен ғой сөйтсем. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 15 жасар балаға жәннат деп жатыр. Және не дейді? Әр пайғамбардың көмекшісі бар дейді. Менің көмекшім кім? Зубайр ибн Ауам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл соғыста жекпе-жекке шыққан. Алла елшісін малы менде, жаны менде, қылышы менде қорғаған, ислам тарихындағы ойып тұрып орнын алып кеткен сахаба Зубайр ибн Ауам 15 жасар жігіт болған екен. 15 жасар жігіт, құрметті бауырлар, 9 кластың баласы ғой. 9 кластың баласы. Не істеп жатыр 9 кластың баласы? PUBG-дің ішіне кіріп кеткен, шыға алмай жатыр. PlayStation-де жатыр балдар. Шаруасы жоқ сен. Әлем не болып жатыр, қоғам не болып жатыр? Сондай заман болып тұр қа. Ары қарай не? Ары қарай Талха ибн Убайдулла деген сахаба бар. Талха ибн Убайдулла исламды қабылдаған кезде қаншада болған білесіздер ме? 26-нес окам 13-те болған. Талха ибн Убайдулла 13 жасар, бір риуаятта 16 жасар деп айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынадай сөз айтқан ол кісіге. Жер бетіндегі тірі шахидті көргің келсе Талхаға қара деп айтқан. 13 жасар балаға. Ухуд шайқасында сондай шайқасқан, мына 3 саусағы шабылып кеткен дейді тарихшылар айтады. 2 саусақпен қылышты ұстап алған дейді, қолынан қан атылып жатыр дейді. Төсіндегі жебелердің санын есептемей ақ қой дейді. Алла елшісін қорғаймын дейді. Сөйтіп қорғаған дейді. Ажалың не дейді? 40 жыл соғыс болса да ажал келмейінше өлмейді деп. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қорғап шығады Ухуд шайқасында. Ухуд шайқасы біткеннен кейін адамдар келіп әңгіме айтып отырады ғой жаңа.
ойбай кеше жаңа бүйттік, мына жақтан келіп еді, былай не қылдым деп. Сөйтіп әңгіме айтып отырса, Абу Бәкір келіп айтады екен, адам қоя қойыңдар бәрің деп айтады екен да. Ухуд күні әңгіме айтпай қойыңдар Ухуд жайында. Ухуд ол талқаның күні деп айтады екен да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам талқаға не деп айтты дейді? Талхатул хайр деп айтты дейді. Бұл анау мынау талқа емес, бұл тек жақсылықтың талқасы ғой деп айтты. Әр қашан жақсылықтың басында жүретін талқа ғой деп айтты дейді. Сол талқа 13 жасар, 16 жасар бала болған екен. Енді мына жердегі бізде неше түрлі, Құдай сақтасын, неше түрлі ойда отыр екен. Не мынау батырлар соғысқан деп қайта нелерді айтып жатқан шығарсыздар. И сондай ой келеді, явны біреуге келеді ол. Мынаны ертең көретіндерге ютубтан. Әр заманның сынағы әртүрлі, бауырлар. Әр заманның сынағы әртүрлі. Біздің жау жүрек мың бала деген, білесіздер ма жау жүрек мың бала дегенді? Кім балы жау жүрек мың бала бастаған? Ойбай, соны біледі екен әйтеуір. Оны да кинодан көріп біліп отырсыздар ғой әйтпесе. Сартай батыр нешеде болған? 13-14 жасар жігіт болған дейді ал. Дұрыс па? 13-14 жасар жігіт мысалға да. Неге ондай 13-14 жасар жігіт қылыш көтеріп елін қорғап жүр? Заман соны талап етті, бауырлар. Көрдіңіз ба? Заман соны 4 жасынан бастап, 3 жасынан бастап атқа қонды олар. Заман солай пісірді адамдарды. Міне, мынау да сондай жаугершілік заман болып тұр. Жігіттер не істеп жатыр? Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Сол үшін айтып жатырмын мен сахабаларды. Қазіргі заманмен ұштастыратын болсақ, қазір мына қылыш көтеретін заман ба? Қылышыңды көтере алмайсың қазір. Автоматты да көтермей-ақ айналайын. Біліммен қиратасың бәрін. Білім, әлемде кім білімді? Сол остырғанда әлемді не істеп тұр? Оңға, солға жүргізіп жатыр. Кімдер? Қылыш көтеріп жүргендер ме? Автомат көтеріп жүргендер? Білімділер. Бүкіл дүние Илон Масктың аузына қарап отыр ма? Қарап отыр. Бүкіл дүние жаңа кімнің кім еді анау? Facebook нелері, WhatsApp-тың. Ане соларды білет. Басқалар соған көрдіңіздер ме? Аузына қарап отыр ма? WhatsApp-ын жауып тастасын, Facebook-мен қосып. Таппай қаласың бір-бірін. Қаяқта жүрсің сен? Әл-Фараби дейсің ба, әлі не жақта жүрсің ба? Көрдіңіз ба? Демек, қазір қандайдың заманы екен? Білімнің заманында, Енді артта қалып қойға болмайды да. Қайта Сартай батырды айтып, мен атам бүйткен, мен атам сөйткен, сен руыңнан кім шыққан ал деп. Бәрі-бірінің руымен отырып мақтанатындар бар. Сен өзің шықсай бірінші. Лайсар роджулу бин насаб дейді. Бәл бил хасаб дейді. Еркек дейді, ата тегімен еркек болмайды дейді. Еркек өзінің істегенімен, дәлелдегенімен еркек болады дейді. Өзің не істедің соған қара. Дұрыс, атаң істеп кетті, әңгіме жоқ кезінде, енді сен не істеп жатсың соған қара дейді. Көрдіңіздер ме? Кеттік ал. Бұл кім еді? Жаңа неге ана сахабаларды айтып жатсыздар деген сұраққа жауап беріп кетіп жатырмын. Заманы сондай болғандықтан оларға ерте сеюге тура келді. Үшінші біздің сахабамыз бұл Фидака аби ва уммия Саад дейді. Ай, машалла. Саад ибн Аби Ваққас деген сахаба. Неше жасында исламды қабылдаған? 17. Дұрыс. Тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген сахабаның біреуі. Мына мен айтып кетқандардың бәрі байқап жатсыздар ма, кімдер? Тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген. Еще оның 10 сахаба болса, соның 5-еуі жап-жас жігіттер жаңағы. Ана қараңыздар. Саад ибн Аби Ваққас 17 жасында исламды қабылдаған. О кісіге қаншама аяттар түскен Құранда. Анасы қасқа исламнан бас тартпасаң мен аштан өлемін деген анасы. Анашым, дым ренжімеңіз дейді. Мен бұдан бас тарта алмаймын дейді. Сөйтіп 2-3 күн тамақ жемей, соңында қиналып мамасы амал жоқ не істейді? Тамақ жейді, баласын қайтпайтын біледі. Сонда Алла тағала Құранда аят түсіреді. Не дейді аятта? Әке шешелеріңе жақсылық жасаңдар, бірақ қашан олар Аллаға қарсы қойса, ол екеуіне бағынбаңдар дейді. Бойсынбаңдар дейді. Яғни парыз амалда мен мұсылман болам десе, болмайсың, кәпір боласың десе, бойсынылмайды. Дәл осылай міне Саад ибн Аби Ваққастың өмірінде сондай оқиға болды. Енді бұл кісі жалғыз түйір адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөзді айтқан дейді. Фидака аби ва умми. Әке шешем сенің жолыңда құрбан болсын, ей Саад деп жалғыз түйір адамға айтқан екен. Осы Саадқа айтқан екен.
Бұл біріншісі. Екіншісі жәннатпен сүйіншіленген. Кетті ма? Үшіншісі не істеген? Дұрыс айтады. Әлемдегі ең ұлы империя, екі империяның бірі, Парсы империясы Саад ибн Аби Ваққастың қолымен тарихтан жоғалған. Отқа табынушылықты құртқан кісі кім? Саад ибн Аби Ваққас, адамдардың ақидасын жөндеген кісі. Қадисия деген шайқас бар. Сол шайқаста ойсырата Парсы империясын жеңген, сол жерде қолбасшылық танытқан кісі кім болған? Саад ибн Аби Ваққас болған. Басы да қатты істейтін болған. Қылышы да қатты жұмыс істейтін болған. Өзі де не болған? Жау жүрек болған екен. Даналығы туралы әңгіме айтпай қоя сал дейді. Сондай кісі болған дейді. Ал кеттік ары қарай. Келесі біздің пайғамбар жанындағы жастардың біреуі, бұл ең жасының бірі, бұл Али ибн Абу Талиб. Бәріміз білетін Али ибн Абу Талиб исламды қабылдаған кезде жасы 10-да болған. 10 жасар бала, қарасаңызшы, қызық. Пайғамбар саллаллаху алейхи оған ислам туралы айтқан кезде, Хадиша анамыздан кейін Алиге айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сонда ислам туралы әңгіме айтқан кезде Али радиаллаху анху бірден исламды қабылдап кетті ма? Неше күн жатты? Қой, бір-ақ түн жатқан, 4-5 күн деп қояды. Бір-ақ түн жатқан болды. Бір түн пайғамбарымыз айтқаннан кейін ойланған. Қараңыз, 10 жасар бала Алла жайында, ақырет жайында, жәннат жайында, тозақ жайында не істеп жатыр? Ойланып жатыр. 10 жасар бала. 10 жасар бала нешінші класс? 3-ші класс қазір. 4-ші класс ары кетсе. 5 ба? Қой, 4-ші класс. Сен шығар 5 жасыңнан барған. 5-ші класста оқи ма? Сол 10 жасар ма сол? Ну ладно енді, кому как. Біреу 9 жаста, біреу 4-ші класста, біреу 5-ші класста. Жалпы қараңызшы, 4-ші класстың баласы ойланып жатыр да кәдімгідей. Түнімен ойланған о кісі. Қабылдасам қандай плюстары бар, қабылдамасам қандай плюстары бар. Ана қара 10 жасар балаң ойлан. Сөйтіп таңертең келіп, я Алланың елшісі, мен де не істеймін дейді, исламды қабылдаймын дейді. 10 жасында исламды қабылда. 23 жасында бірінші өлімін басынан өткерген екен. 23 жасында. Сіздердің жастарыңызда, біздер деп айтайын, сіздердің жастарыңызда 23 жасында ең алғашқы өлім түнін өткізген екен. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хижрет етіп бара жатқан түні. Орнына жасыл шапанын жауып кімді жатқызды? Алиді жатқызды. Али біле ма ол жерде не істеп жатайын деп жатқан, не істеп жатқан біле ма Али? Білгенде қандай? Ол өзін өлімге тігіп жатыр. Аналар үйге кіріп келіп, Абу Жахил бастаған топ кіріп келіп, не істесе болады? Бірден пайғамбарымыздың жатқан жеріне қылыштан тығып тастауға болады. Кейін ашық қалса кім жатыр? Али жатыр да. Сол өлімге басын кім тігіп жатыр? Али тігіп жатыр, құрметті бауырлар. 23 жасында Алла елшісіне басын өлімге тіккен кісі сол болған. Ал енді 32 жасында. 32 жасқа келген кезде Абу Бәкірдің несі болды дейді? Бірінші кеңесшісі болды дейді. Ал керек болды біз. Енді оның екі ортадағы ерліктерін бәрін айтып не керек емес. Просто бізге жастық шағында ең маңызды. 32 жасында Абу Бәкірдің бірінші кеңесшілер туры. Али радиаллаху анхусыз не жиналыс өтпейтін болған, не қарар қабылданбайтын болған, шешім шықпайтын болған. Али қатыспаса шешім шықпайтын болған. Ал керек болдымыз. Батырлығы туралы керек па? Пожалуйста. Даналығы керек па? Пожалуйста. Білім ба? Али. Бүкіл нәрседе шоқтығы биік болған сондай ұлы тұлға Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху екен. Бұл кісі туралы айтқан кезде біз не деп айтамыз? Каррамаллаху ваджахаху деп айтамыз. Ол не деген? Неге именно Алиге сүй деп айтамыз біз? Дұрыс айтады. Али радиаллаху анху туғаннан ешбір құдайға табынбаған екен. Тек ақыл жиғаннан бастап кім деп өткен екен? Алла деп өткен екен. Сол үшін именно сол кісіге ғана каррамаллаху ваджахаху деп айтады дейді ғалымдарымыз дейді. Түсінікті ма? Кеттік. Алиден кейінгі тағы бір сахабамыз бар. Бұл Зайд ибн Сәбит деген сахаба. Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху бұл 13 жасар сахаба исламды қабылдаған кезінде. Қызық. Анасы әкеп тұр дейді, Бәдір шайқасы болатын кезде, хижреттің 2-ші жылында Бәдір шайқасы. Мынау кеп тұр Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху 13 жасар бала қылышын көтеріп кеп тұр дейді да,
қылышы өзінің бойынан ұзын дейді. Пайғамбарымыздың жанына келіп тұр. Жерге қылышы сүйретіліп келіп, мен де барайын деп едім деп айтады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сен әлі керексің бізге дейді. Саған әлі ерте дейді. Сонда анасы айтады, Алланың елшісі, бұл енді мен бұл баланы сенің жолыңа арнап едім дейді. Дұрыс дейді. Бірақ бұл бала бізге керек дейді. Біз ертең барып керек дейді. Әуел Алла аман есен керек, менің саған жүктейтін арнайы тапсырмам бар дейді. Қарасаң. 13 жасар балаға айтып жатыр. Арнайы саған тапсырмам бар дейді. Зайд ибн Сәбитке радиаллаху анху. Сонда Зайд ибн Сәбит мынау барамен қалмайын деп жылады. Жоқ. Болды Алланың елшісі деп айтыр дейді. Сосын анасы айтады дейді, Алланың елшісі, бұл еще 17 сүре жаттап алған деп айтады дейді. 17 сүре. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дейді? Қане оқыш деп айтты дейді. Ананың Құран оқығанын көрген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені сезді дейді. Сөйтті де, былайша айтқанда бір птичка қойып кетті ана кісіге. Жаңағы жап-жас балаға птичка қойып кетті да. Бәдір шайқасына барды, аман есен келді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп келгеннен кейін не деп айтты дейді? Әй Зайд дейді, мен сенің зеректігіңе таң қалдым дейді. Не деген мынау зеректік дейді? Не деген зеректік? Сен маған иврит тілін үйренші дейді. Мен жауларымның алдында амандықта болайын дейді. Олар не жазып атқан, не айтып атқан мен біліп жүрейін дейді. Иврит тілі түсінікті, я? Я, солардың тілі. Атын айту қорқып қалдық. Солардың тілін 14 күнде өзге тілді үйреніп алған дейді. 14 күнде. Алланың елшісі дайын болып келдім деген кезде, машалла, ей Зайд, енді маған Сирияни тілін үйренші деп айтты дейді. Сирияни кімнің тілі? Парсы империясының тілі. Христиандардікі қандай тіл? Латын тілі, дұрыс айтады. Латын тілі ғой христиандардікі. Ол кездегі да, енді ол кездегі. Кетті ма? Тағы сол жағы Сирияни тілін үйренуге 20 күндей уақыт кетті дейді. Бар жоғы 35 күннің ішінде 2 білмейтін тілді жетік меңгеріп алды дейді. 35 күнде. Ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған тағы бір тілді үйренші деген кезде, ол тағы 10 күнде тағы бір тілді үйренетін еді дейді. Грек тілі дейсің мысалы. 1 жылға жетпей полиглот болайын деп тұрған. Зеректігін көрдіңіздер ме? Сондай болған. 13 жасар жігіт. Жасы 18-ге толған кезде, ал қызықты қараңыздар. Жасы 18-ге толған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада бір ғана кісіге Құран жазуға рұқсат еткен дейді. Кім ол? Зайд ибн Сәбитке дейді. Басқа ешбір сахабаға Құран жазуға рұқсат етпеген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тек қана Зайд жазады деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткеннен кейін жасы 21 мен 23-тің арасында дейді. Абу Бәкірдің заманында үлкен шайқас болады, Ямама деген. Сол жерде 70 қари сахаба өледі, хафыз сахаба. Сөйтіп Омар келіп айтады, Абу Бәкір, Құранды жинақтамасақ, бұлай қапыздар өле беретін болса, Құранды бізден кейінгілерге сақтап қала алмаймыз дейді. Енді ол үлкен әңгіме, арысы берісі, сонымен Абу Бәкір ақыры келіспей келіседі, соңында кімге жаздырамыз дейді ғой. Алла елшісінің кезінде жазған кісіге жаздырамыз дейді. Сөйтіп Абу Бәкір Зайдке тапсырма берген кезде айтқан Зайдтың мынадай сөзі бар екен. Зайд, сен Құранды бастан аяқ жазасың деген кезде, Абу Бәкір, одан да бір тауды көрсетші, сол таудың тасын тасиыншы деп айтты дейді. Бір тауды көрсетші маған. Ухудты көрсетесің ба? Хир, ана жаңағы Жабал Хир деген бар, Мәдинаның жан, сол Хир тауын көрсетесің ба? Бір тауды көрсетші, Абу Бәкір, сонымен тасиын, мынаны жазғанша дейді. Неге өйдеп айтып жатыр? Анан жазу қиын ба? Азырдан кешкене бисмиллахир-рахманир-рахим. Соған қиналып жатыр ма ол? Ана, көрдіңіз ба? Менен кейінгілер ертең мен қате жазып қалсам, полный үммет Құранды қате оқиын деп тұр ғой. Сол жауапкершіліктен қорқып тұр екен қасқа кісі. Көрдіңіз ба? Сол жауапкершілікті мойнына алды, өзіне берілген жұмысты кемел түрде орындады. Неше жасар жігіт? 21-23 жасар жігіт. Ал керек болды. Міне осындай болған.
Действительно, адамды бағана сөзім басында айтқандай жаман ұялтады мына кісілер бар ғой. Бүйтіп қарасаң, 23 жасыма дейін не істедім деп қарасаң, бір айтатындай бірдеңе жоқ ше негізі. Өздеріңіз қарап көріңіздерші, 25-тесіздер ме, нешедесіздер? 17-те ме әлде? 18-де бар, 20-дағылар бар. Артқа бүйтіп бір қарасаң, негізі бір аса бір нәрсе істеген жоқпыз. Керісінше біз майдаланып кеттік ше. Сөз қуып кеттік, әңгіме қуып кеттік, бір болмайтын біреудің жолын қуып кеттік, атақ даңқты жақсы көріп кеттік, подписчик жинаған жақсы көріп кеттік. Соның жолында өмір сүріп жатырмыз қазір. Адамдарға өзімізді жақсы қылып көрсету жолында бар терімізді аянбай жұмсап жатырмыз. Мыналар не істеп жатыр? Бұлардың әңгімесі. Сол үшін Хасан Басридің айтқаны сол ғой. Сендер сахабаларды көретін болсаңдар, оларды жынды деп ойлайсыңдар дейді. Сондай Құдайға берілгендігіне. Сахабалар сендерді көретін болса, мыналардың исламға түк қатысы жоқ деп айтады дейді. Енді бір соңғы бір екі сахаба қалды, айтайын, сонымен қорытындылайық. Құдай қаласа, тағы бір сахаба бізде жас күнінен исламды қабылдаған, бұл Арқам ибн Аби Арқам деген сахаба. 16 жасында исламды қабылдаған, 16 жасында исламды қабылдай сала, өзін өлімге тіккен екінші адам дейді. Алимен бірде екінші адам. Қалай өлімге тіккен айтайын ба? Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үйінде өзінің семьясында отбасы мүшелерінен басқа ешкім исламды қабылдамаған дейді. Барлығы кімнің үйінде қабылдаған? Арқам ибн Аби Арқамның үйінде қабылдаған дейді. Ал қараңыз, неге қатерлі деп жатырмын? Бұның үйінде Хамза да қабылдаған радиаллаху анху, бұның үйінде Омар ибн Ал-Хаттаб қабылдаған исламды. Исламдағы ең тұңғыш медресе бұл Арқам ибн Аби Арқамның медресе үйі. Неге басын өлімге тікті десеңіздер, қараңыздар. Бұл жігіт Қайрудан болған, Мағзум тайпасынан болған екен. Мағзум тайпасындағы ең күйдіргі біреу бар. Кім ол? Абу Жахил бар да. Абу Жахил бұдан 15 жасқа дейін үлкен. 16 жас па, сондай үлкен. Абу Жахил бұның дәл сол үйінде жиналып атқан білсе, Абу Жахил не істейді? Бір ұрып өлтіреді. Бір ағырет ұрып өлтіріп тастайды оны. Болды. Өле салады. Ол өзін ақтай алады Абу Жахил. Мынау біздің рудың жігіті біз өлтіреміз ба? Өзіміз білеміз дейді. Құнын төлейміз бе, төлемейміз өзім. Бұның істеп атқан сатқындығын қарайды. Мұхаммедтің қасындағылардың бәрін жинап алып, үйіне әкеліп Құран жаттатып жатыр дейді. Сондай қатердің барын біле тұра, Арқам ибн Аби Арқам исламды қабылдап үйін медресе қылған дейді. Ал керек болатын болса. Сол қабылдағаннан өмір бақи пайғамбардың жанында жәрдемші болып өткен дейді. Кетті ма? Тағы бір екі сахаба бар, осымен жобаластырайық. Муаз ибн Амр және Жабал емес. Муаз ибн Амр және Муауиз ибн Афра деген кісі бар. Екеуі, біреуі 13-те, біреуі 14-те болған. Бұлар қандай ерлік көрсетті десеңіздер, Бәдір шайқасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында кәдімгідей 1000 әскерге қарсы соғысқан, 313-тің біреуі. Сонда қараңыздар, қызығын айтайық. Екеуі Абдурахман ибн Ауф деген сахабаның жанына келіп тұр, соғыс қызып жатыр. Абдурахман көке, ана пайғамбарымызға ең көп зиян берген Абу Жахил деген қайсысы деп айтады дейді. Екеуіне қарайды да, екеуі кішкентай бала. 13-14 жасар бала. Сол екеуіне қарайды да, енді ойлайды ғой, екеуі не бітіреді деген сияқты. Бұдан да үлкендер тұр ғой. Қайсысы көке, қайсысы деп айтты дейді. Қоймадыңдар ғой, анау жігіт деп айтты дейді. Қараса Абу Жахил жайпап жатыр дейді, алдына келгеннің бәрін жайпап жатыр. Сонда Муаз атымен жанына дейін шауып барып, атының үстінен секіріп бара жатып не істеді дейді. Жеткен жеріне ұрды дейді. Сөйтсе балтырына жеткен екен жа қылшы. Абу Жахилдің бір аяғы балтырынан төмен қарай шабылып қалады. Екінші Муауиз ибн Афра келеді де, атының үстінен секіріп келіп, төсінен ұрған екен. Бірақ төсіндегі сауытынан оның не өтпеген дейді. Қылыш шауып өтпеген, бірақ қансыратқан дейді. Екеуі ұрып, құлатады да, бұл өлді деп ойлайды. Екеуі бала ғой енді қарасай. Абу Жахил өлді деп пайғамбарымызға жүгіріп кеткен дейді. Екеуі пайғамбарымыз жанына барып тұр дейді. Мынау мен өлтірдім деп айтады дейді. Пайғамбар салам қане қылышын көрсет. Муаз сен өлтіріпсің деп айтады дейді. Аллаңыз мен ғой құлатқан деп айтады дейді. Ане Муаз, машалла сен де өлтіріпсің деп айтады дейді. Негізі екеуі де өлтірген жоқ әлі.
Оны соңында кім келіп өлтірді? Абдулла ибн Масғуд өлтірді радиаллаху анху. Екеуі де өлтірген жоқ, бірақ ана екеуіне демеу беру үшін не істеп жатыр? Ай, машалла, сен деп жатыр дейді. Енді жаңағы сол жерде енді әкесінің құлап жатқанын көріп, баласы Абу Жахилдің Икрима деген жігіт болған. Бұл енді кейін исламды қабылдайды, тіліміз тимей қойсын. Икрима келіп Муаздың иығынан ұрған кезде қолы не істеп қалған дейді? Қолы не туда болып қалған, в общем. Оң қолынан ұрған кезде иықтан ұрған дейді. Шабылмаған, қол емес, в общем, соғысып жатса, мынау қол келіп мешат ете береді да, былай. Жан жартылай не болып тұр. Аяғына қолын қойды да тартып өзі жұлып жіберді дейді мына қолын. Сөйтті де сол қолмен шайқасып кетті дейді. Ал Муауиз сол шайқаста шахид болып кетті. Екіншісі 14 жасары. Мына 13 жасар аман қалды, бір қолмен қалды, бірақ өмірін жалғастырды. Екіншісі қасындағы серігі қайтыс болып кетеді. Сонда екеуі Алла елшісін қорғаймыз деп жүрген кезде, о жастары 13 пен мен 20-ға толған адам туралы әңгіме айтқан жоқпын әлі. 20-ға дейінгілерді айттым. 20-дан былай қарай айтатын болсам бар ғой, Муаз ибн Жабалдар туралы өмірден түңіліп кетеміз қазір. Міне сондықтан енді бұл надай нәрсе, жаңа ойбай, мен не істедім, өзіңді де жеуге болмайды, бірақ бағанағы айтқандай, осыларға қарап өзіңе не беру керек? Демеу беру керек. Осылар осындай тарихта үлкен нәрсе. Енді бір соғысты біз соғысқа шақырып жатқан жоқпыз ешкімді. Біз жаңа басыңызда айтқандай, олардың заманы сондай болды. Енді біздің заман білімнің заманы болып тұр ма? Білімнің түбін түсіріп таста. Білімнің түбін түсіріп таста. Диплом алсам болды деп диплом үшін оқыма. Диплом үшін оқысаң, дипломыңды аласың. Бірақ білімнен жұрдай боласың. Сосын әр нәрсенің басын шала беруді қою керек ше. Бірсе ананы, бірсе мен Құран жаттаймын, Құранды да қатырмайды, мен арабша оқимын, арабшаны да қатырмайды. Тасташы мен қазақша кітап оқимын, соңында өзімен өзі не істейді? Қазақша кітап оқып кетеді. Анау мынау если что өзбекше кітаптардан не қыла салам деп. Саған берілген 4 жыл мүмкіншілік па? Ертең артыңа қараған кезде 4 жылыңа күшті көңілің толатындай қылып қарау керек та. Бірақ өз-өзіне көңілі толған адам тағы да дұрыс емес. Өз-өзіне көңілі толған адам дұрыс па әлде? Дұрыс емес ол. Тағаджүб деген нәрсе бар. Бұл жүректің ауруы. Құдайға шүкір, 4 жылда биттім, сөйттім деп. Ондай жоқ. Ілімге келген кезде адам қанағатсыз болу керек, аш болу керек. Имам Шафиғи 7 жасында Құранды бітірген дейді. 15 жасында ең алғашқы фатуасын берген дейді. Шафиғи мазхабының имам Мұхаммад ибн кім дейді? Әкесінің атын білмейсіздер ма? Мұхаммад ибн? Мұхаммад ибн Идрис әш-Шафиғи. Сұлтан Махмұд Торайғыров бабамыз ең алғашқы өлең жазған кезде неше жасында болған? 16, дұрыс айтады. 16 жасында болған. Өмірден өтіп бара жатқан кезде 27 жаста болған. Сұлтан Махмұдты танымайтын қазақ бар ма? Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам деген кісі. Демек, адамның жасы шеше ма? Жасы, түрі, келбеті шешпейді. Усама ибн Заид деген сахаба болған. Есіме түсіп кетті, тоқтатам деп отқан. Усама ибн Заид деген сахаба болған. Усама ибн Заид, адам бір рет түріне қараған кезде бар ғой, екінші рет қарағысы келмей қалады екен ше. Вообще ысқын жоқ ше, анада бар ғой. Енді ол Алланың жаратылысы. Біреуді жаңағыдай болмысымен кінәлай алмайсың. Құдайдың жаратылысы. Сондай сахаба да қараш, не ысқын жоқ, не байлық жоқ, не тектілік жоқ. Қараңыздар. Құлдың баласы ол, Заид ибн Хариса деген сахабаның баласы. Бірақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тарихта жалғыз ғана адаммен 12 жасар адаммен ақылдасқан дейді. Ал керек болатын болса. Усама ибн Заид бар ғой, ана Айша анамызға ойнастық жасады деп айып тағылған кезде, ойнастық жасады деп айыпталған сахабаның аты кім? Дұрыс айтады, машалла. Сафуан ибн Муаттал деген сахаба. Сол Сафуанмен Айша анамыз ойнастық жасады деген. Негізі осы кісіге бір кітап берсек болады айтқан адамға. Қайсысын аласың өзің таңдап. Та бір кітап бар еді бізде. Қалағаныңды ал.
Ануар, мына үшеуін біреуін таңдасın. Қайсысын алыңыз? Сол Айша анамызға ойнастық жасады деп айып тағылып атқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші кім шақырып алған дейді? Усама ибн Зайд шақырып алған дейді ғой. 12 жасар бала дейді. Усама, сен қалай ойлайсың деп айтады дейді. Мына болып жатқан әрекет жайында деп айтады дейді. Сонда Усама ибн Зайд, Алланың елшісі, әліптің артын бақсақ қалай болады дейді да. Бірден қазір аңғара 12 жасар бала. Алланың елшісі, әліптің артын бағып көрейік дейді. Шамалы күтейік деп жатыр, бірден шешін шығармай тоқтай тұрайық деп. Аңғарасай, не деген әңгіме мынау деген. Шамалы действительно тура осы айтқандай болды. Шамалы күтіп еді, не түсті? Қай сүренің? Нұр сүресінің аяттары түсті. Сөйтіп Айша анамызды қияметке дейін сондай пәк әйел екендігін Алла өзі ақтап алды. Алламен шыншыл болсаң, Алла сені ақтап алады. Адамдармен шыншыл болып Алламен қиянат жасасаң, Алла сол адамдардың алдына қиянатқа бөлейді сені дейді. Сондықтан міне Усама ибн Зайд, ол 12 жасында болып атқаны. Қызға 17 жасқа толған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи әлемдегі ең ұлы 2 империяның бірі Рим империясына соғысқа жібереді. Кім қылып? Рядовой ма, қатардағы жауынгер? Қолбасшы қылып жібереді. Бүкіл жәннати сахабалар артында тұр. Бүкіл бұдан жаңағы исламдағы ең шоқтығы биік сахабалар 17 жасар баланың артында тұр ғой. Сонда енді анадай дерті бар адамдар бар ғой. Алланың елшісі, қызықсыз 17 жасар баланы қалай бізге жіберіп жатырсыз басшы қылып деп. Әлі кішкентай емес пе деп. Не, біреу пайғамбардан артық адамды танитын беді қатты? Пайғамбардан артық біреу бірдеңені біле ма жер бетінде? Онда үндеме. Деген сияқты әңгіме ғой енді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендер бұған бұрын дейді, бұның әкесіне де әңгіме айтқансыңдар дейді да. Енді өзіне де әңгіме айтып жатсыңдар дейді. Біліп қойыңдар, бұның әкесі бұрын маған сүйікті болған дейді. Біз бәріміз Алла елшісін жақсы көреміз, дұрыс па? Бірақ Алла елшісі жақсы көрген бір түйір адам бар, ол кім? Зайд ибн Хариса, өзі аузымен айтқан сол. Мен бұның әкесін жақсы көрем дейді. Баласын әкесінен қатты жақсы көрем дейді. Сондықтан, бірақ енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сәтте дүниеден өтеді. Бірақ Абу Бәкір халифа болып орналасқаннан қайтадан ары қарай сол қолбасшы қылып жібереді. Рим империясын 17 жасар бала жеңіп келеді ғой, Усама ибн Зайд. Ал керек болатын болса. Міне сол адам жаспен өспейді, жауапкершілікпен өседі деген осы айтылған нәрсе болса керек. Енді мен қазір мына жерде сахабалардың бәрін айта беретін болсам, жинақтап, сахабалардың барлығын жинақтап көрсек, Алла елшісінің жанындағы сахабалардың, 20-ға жетпейтін сахабалардың жинақтап 101 сахаба шықты ғой ұстаз. 101 сахаба шықты. Бұл 20-ға жетпегендері. Ал енді шынымен жастар деп алатын болып, балиғаттан жаңа 40-қа дейінгілерді есептейтін болсақ, онда кетті. Сондықтан Алла разы болсын, тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Осылай, енді бұны біз жаңа біреуді кемсіту үшін айтып жатқан жоқпыз, ағайындар, біліп қойыңыздар. Мынау келіп не оттап кетті, бәрін біз жерге ұрып ұрыпты. Біз біреуді кемсіту үшін айтып жатқан жоқпыз. Біз сіздерге қанаттандыру үшін, шабыт беру үшін айтып жатырмыз. Олар не істеді, мен не істеп жатырмын деген нәрсе болу үшін айтып жатырмыз. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты. Әр қайсыңыз дүниеге келдіңіздер ма? Барлықтарыңыздың өмірде алатын орындарыңыз бар. Орныңыз жоқ болса егер, онда бұл дүниеге келмейтін едіңіз. Құдай тағала сізді бір немен жаратты, бір миссиямен жаратты. Сол адам әркім өзі тау болу керек. Басыңда ан жаққа ұрып, солтүстіктен жел соқса оңтүстікке қарай ұшып, батыстан жел соқса шығысқа қарай ұшып кет, ондай емес. Және не істе дейді, сол өзіңнің тапқан тұрақ жағы нәрсеңде, өзіңнің шамаң жеткен нәрсе, өзіңнің табиғатыңа сай келген нәрседе тұрақты түрде бол дейді. Тұрақтылық бұл не? Жетістікке, анау, как стать миллионером, бірдеңе, екінші болма, номер 1, любой, анау кітаптарында оқып алыңыздар. Любой кітапты оқы, соның ішінде не деп айтады? Жетістікке жеткен адамның 3 қағидасы деген кезде, бірінші тұрақтылық деп айтады. Оны солар айтып жүрген, оны пайғамбарымыз айтып кеткен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Аллаға ең қатты ұнайтын амал аз болса да үздіксіз жасалған амал дейді. Соны бит шығарып алған ғой енді олар. Шариғатта тұр ғой негізі бүкіл сұрақтың жауабы. Алла разы болсын, Алла берекет берсін. Ұстаз, мына кітаптарды қалай береміз сонда? Біреуін бердік жаңа енді. Нұрсұлтан ұстаз, біріншіден Алла разы болсын. Керемет. 101 сахаба деп отыр. Ұстазымыз енді осы саланың маманы, сира, пайғамбар өмірбаяны. Сондықтан әрқайсымызға бір үлгі, бір кумир, бір пір іздейміз ғой. Алыстан іздеп қажет жоқ. Пайғамбарымыз, жалпы пайғамбарлар, одан кейін әрине осы сахабалар, табиғиндер. Сондықтан осы кісілердің өмірбаянын танытып, қазақ тілінде сөйлетіп, жастарға, жалпы халқымызға таныстырып жатқан, мынандай керемет еңбектер жазып жатқан, және өзінің осындай керемет мынау жастардың тілімен әсіресе уағыз айтып жүрген ұстазымызға Алла разы болсын, Алла күш қуат берсін. Ал енді құрметті шәкірттер, бауырлар, ұстаз сіздерге сыйлық ретінде өзінің жазған еңбектерінен алып келіпті. Біздің енді кішкентай дәстүріміз бар еді, сол ұстаз сұрақ қояды, сосын қол көтереміз, жамырамаймыз, әдеппен, тәртіппен. Сондықтан нақты дұрыс жауап берген шәкіртімізге осы кітапты ұстаз сыйлайды. Олай болса, өзіңіз ұстаз, бір қарындасымыз енді бір кітапты жауабын дұрыс айтып, сұрақ қойған кезде ие болды. Енді екі кереметтей кітабының иесі кім болар екен? Әшейінде ауыз жаппас айт дегенде өлең таппас деп. Сұрақ келмей қалса бола ма? Мені кім жақсы таниды деп қойды. Мынадай сұрақ келіп жатыр. Халид ибн Валид қай шайқаста Алланың қылышы деп аталды деп. Келші айналайын өкем. Қай шайқас екен? Муъта деген шайқас. Қақта болған айтпақшы Муъта шайқас. Машалла. Жарайсыз бауырым. Тағы бір сұрақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін не себепті бірден жерленбеді, 3 күн қалып қойды дейді. Айбын. Қол көтеріп қойды ғой. Мына жақтан бірінші көтерді. Мына кісі бірінші көтерді меніңше, Ойбай, мына жерде орын жоқ қой. Мына жаққа отпайсың ба енді? Пайғамбарымызды жерлеу мәселесінде талас болды ғой. Кім жерлейді, кім жаназасын оқиды деген. Жоқ, сен айтшы, жаңағы қол көтеріп. Айтшы. Дұрыс айт. Толықтандырып айт. Жақсы, болды, Алла разы болсын, бауырым. Үш күн жатып қалған себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға періштелер жаназа оқиды. Ұстаздың қолынан алсын да. Кім? Қолынан алсын. Терлеп тұр бірақ ше. Есімің? Али. Сен бізде оқымайсың деймін. Басқа сыртта оқисың ба? Қақта оқисың? Дұрыс. Ай, молодец. Құран оқып келіп жаттап үйреніп жүр екен үйге келіп. Талабың тау жаусын. Аллаху акбар. Машалла. Есімің? Али, Болды иншалла. Жарайсың. Али ғой. Али сахабадай болды. Қол қойылып жазылған кәдімгідей. Кім бар ма? Фатима бар ма? Ау. Баяғыда бір жігіт айтады дейді, қыз деп жүрген ғой. Ананы көрсетеді, ұнамайды, мынаны көрсетеді, ұнамайды. Саған өзі қандай қыз керек десе, пайғамбардың қызындай, Фатимадай қыз керек деп. Жағдайың қиын екен деп айтады. Неге десе, сен Алидей болуың керек қой деп айтқан екен. Сол айтпақшы, Фатимаң тауып ал енді, иншалла. Алла берекет берсін. Оған біз көмектесе алмаймыз десеңші. Жауабы түсінікті ғой, әр сахаба жеке-жеке оқығаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүрдесі 3 күн бойы жерленбей қалып қойған. Содан кейін барып